Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз жаңа сабақпен танысамыз. Еліміздегі, Қазақстандағы негізгі экологиялық мәселелер мыналар. Ауа ластануы ірі қалаларда Алматы, Өскемен, Қарағанды, көлік пен зауыттардан шығатын түтін көп. Су тапшылығы және ластануы, өзен-көлдердің тартылуы, ластануы, Арал теңізі мәселесі, Ертіс, Сырдария. Арал теңізінің құрғауы, суармалы егіншілік салдарынан теңіз қатты тартылып кетті. Топырақтың тозуы, жердің тұздануы, эрозия, шөлейттену. Радиациялық ластану, Семей ядролық полигонының зардаптары. Қалдықтар мәселесі, тұрмыстық және өндірістік қоқыстардың көбеюі, дұрыс өңделмеуі. Биоалуан түрліліктің азаюы, кейбір жануарлар мен өсімдіктер түрлерінің сиреуі. Автор не айтқысы келді? Автор сурет арқылы қоршаған ортаның ластану мәселесін көрсеткісі келген. Зауыттардан шыққан түтін, қалдықтар табиғатты бүлдіріп, адам өміріне қауіп төндіреді. 2. Қандай мәселе көрсетілген? Ауа мен судың ластануы, өнеркәсіп қалдықтарының зияны, табиғи ресурстардың бұзылуы, ғарыш техникасының қоршаған ортаға әсері. Бұл мәселенің салдары қандай болуы мүмкін? Адам денсаулығының нашарлауы, аурулардың көбеюі, жануарлар мен өсімдіктердің азаюы, топырақ пен судың улануы, климаттың өзгеруі. Ғылымды дамыту үшін қоршаған ортаны құрбандыққа шалуға болмайды. Себебі ғылымның басты мақсаты адам өмірін жақсарту, ал табиғатты бүлдіру керісінше зиян әкеледі. Дәлелді мысалдар. Өнеркәсіп дамығанда зауыттар ауа мен суды ластайды. Соның салдарынан адамдарда тыныс алу аурулары көбейеді. Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшқан зымырандардың қалдықтары жерге түсіп, топырақ пен өсімдіктерге зиян келтіреді. Кен өндіру кезінде жердің беткі қабаты бұзылып, табиғи тепе-теңдік өзгереді. Бірақ ғылым мен техниканы экологиялық қауіпсіз жолмен дамытуға болады. Мысалы, күн және жел энергиясын пайдалану, қалдықтарды қайта өңдеу, зиянсыз технологияларды енгізу. 1. Орманды отау бар ма? Иә, кей жерлерде ағаштарды заңсыз кесу немесе құрылыс үшін орманды азайту байқалады. Бұл табиғатқа зиян келтіреді. 2. Адам өмірінің сапасына әсер ете ме? Әрине, әсер етеді. Ауа сапасы нашарлайды, ағаштар оттегі бөледі, климат құрғақ әрі ыстық бола бастайды, жануарлар мекенсіз қалады, топырақ эрозиясы күшейеді, жел, су шайып кетеді, демалыс орындары азаяды. 3. Бұл мәселені шешу үшін қандай шаралар қажет? Заңсыз ағаш кесуге қатаң бақылау жасау, көптеп ағаш отырғызу, жасылдандыру, экологиялық білім беру, қайта өңдеу, қағазын пайдалану, ағашты аз кесу үшін қорықтар мен ұлттық парктерді қорғау. Мен еліміздегі ірі қалалардың бірі Алматы туралы мысал келтірейін. Қала туралы қысқаша мәлімет. Алматы Қазақстандағы ең үлкен қала, халық саны көп, мәдени және экономикалық орталық. Қала таулы аймақта орналасқан, сондықтан ауа айналымы баяу жүреді. Негізгі экологиялық мәселе, Алматыдағы ең үлкен проблема ауаның ластануы, смог. Қалада көліктің көптігі, көмірмен жылыну, өнеркәсіптік шығарындылар, осының бәрі ауаның сапасын төмендетеді. Кейде Алматы әлемдегі ластанған қалалардың қатарына да кіреді. Мәселенің себептері, қала тау арасында орналасқан, жел аз соғады, халық санының көп болуы, жеке көліктердің көбеюі, көмір жағу және құрылыс жұмыстары. Казинформ қандай жобалар жүзеге асырылып жатыр? Алматыда экологияны жақсарту үшін бірнеше жобалар қолға алынған. 1. Жасылдандыру жобалары, 2030 жылға дейін миллиондаған ағаш отырғызу жоспарланған. 2. Ауа сапасын бақылау, автоматты мониторинг жүйелері орнатылуда. 3. Ластануды азайту шаралары, көмірді азайту, экологиялық бақылауды күшейту. 4. Қалдықтарды басқару, зиянды қалдықтарды жинау және қайта өңдеу жүйесі енгізілуде. Ғаламдық. Ғаламшар атмосферасында көмір қышқыл газы деңгейінің артуы, ұлттық. Семей полигоны аумағындағы мәселелер, Іле өзені сағасын құрауы, жергілікті. Қалалар ауасының ластануы, адамдар мекені жанындағы қоқыс үйінділері. Мәселе. Ауаның ластануы, Алматы қаласы, эмблема, логотип идеясы. Жартысы түтінмен жабылған қала, екінші жартысы жасыл ағаштар мен таза аспан.
Төменде таза ауа, таза өмір деген жазу. Бір облысыңда қай аумақта техногенді жүктеме басым? Өнеркәсіп орындары көп шоғырланған аймақтарда зауыт, мұнай өндірісі, карьерлер, техногенді жүктеме жоғары болады. 2. Байқоңыр кешенін қолданудың салдары неде? Зымыран қалдықтары жерге түседі, топырақ пен ауа астанады, жануарлар мен өсімдіктерге зиян келеді. 3. Шөлдену үдерісінің басты себебі неде? Салдары қандай? Себебі климаттың құрғауы, орманның азаюы, жерді дұрыс пайдаланбау. Салдары топырақ құнарсызданады, егін өнімділігі төмендейді, су тапшылығы пайда болады. Мен елімді көгалдандыруға өз үлесімді қосу үшін ағаш отырғыздым. Ата-анамның немесе сынып жетекшімнің көмегімен ағаш отырғызатын орынды таңдадым. Бұл орын күн сәулесі жақсы түсетін, топырағы құнарлы жер болды. Топырақтың ерекшелігіне қарай ағаш түрін таңдадым. Ағашты дұрыс отырғызып, оған су құйдым. Өсімдік жақсы өсу үшін оны үнемі күтіп суарып тұрамын. Сонымен қатар айналасын қопсытып таза ұстаймын. Менің ойымша, әр адам табиғатты қорғап ағаш отырғызса, еліміз жасыл әдемі болады. Қоршаған орта жағдайын бақылау мен тұратын аймақта негізгі экологиялық мәселелердің бірі ауаның және судың ластануы. Бұл мәселе көбінесе өндіріс орындары мен көліктердің көптігінен туындайды. 1. Табиғи ресурстарды тиімді қолдану. Табиғи ресурстарды үнемдеп пайдалану өте маңызды. Су мен энергияны босқа жұмсамау, табиғатты қорғау әр адамның міндеті. Мысалы, суды үнемдеу, электр қуатын қажет кезде ғана пайдалану табиғатқа түсетін жүктемені азайтады. 2. Қоршаған ортаны ластанудан қорғау. Қоршаған ортаны қорғау үшін қоқысты арнайы орындарға тастау, қалдықтарды сұрыптау және зиянды заттарды азайту қажет. Сонымен қатар ағаш отырғызу да ауаны тазартуға көмектеседі. Жоспар бойынша А. Мәселенің аты. Ауаның және судың ластануы. Қоршаған ортаға әсері. Ауа ластанып, адамдардың денсаулығына зиян келеді. Су ластанса, балықтар мен басқа тірі ағзалар зардап шегеді. Табиғи тепе-теңдік бұзылады. Б. Шешімін табу жолдары. Өндіріс орындарына сүзгілер орнату, қалдықтарды қайта өңдеу, көлік санын азайту, қоғамдық көлікті пайдалану, ағаш отырғызу және жасыл аймақтарды көбейту, экологиялық тәрбие беру. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпа.